Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ерекше творожный пирог дайындаймыз. Творожный массамызға творогтың үстінен жұмыртқа, крахмал, шекерімізді салып, жақсылап блендерлейміз. Ыдысымызға жұмыртқамызды, тұзымызды және шекерімізді салып, жақсылап 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ массамызға разрыхлитель және какаомызды қосып, жақсылап араластырып, ситадан өткізіп саламыз. Осымен қамырымыз дайын. Асты жабыспайтын пирог пісіретін ыдысымызға қамырымызды құямыз. Үстінен творожный массамызды сызықтармен сызып, дәл видеодағыдай жасаймыз. Кондитерский мешок немесе мен сияқты салафанға салып жасасаңыздар да болады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, ерекше, әдемі болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді ерекше пирогымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.